Сәлем менің YouTube оқырмандарым. Бүгін мен матрешка нанымды қалай жасағанымды айтып бермекшімін. Ол үшін видеоны соңына шейін көріп, видеома лайк басып, және де поделиться етіп қойсаңыздар болады. Ең алдымен 200 мг жылы суға 1 ас қасықта тұз қостым, және де 2 шай қасықта шекер қостым. 50 мл сұйық майдан қостым, және де 10 ас қасығынан ұнды қосып, жақсылап араластырып алдым да, оны қамыр етіп дайындап қойдым. Қамырды 5-6 минуттай тоқпақтап, одан кейін оны демалдырып 10 минутқа бетін жауып қойдым. Нанның қамыры өте әдемі болып шығу үшін оны 5 минуттай тоқпақтап аламын. Енді жасалған қамырымызды үлкендеу, орташа және кіші етіп, екеуін кіші етіп 4 суалашқа қамыр қылдым. Енді осы үлкендеу, орташа және 2 кішілеу етіп Мен нан пісіргенде қап-қызыл етіп пісіріп алғанды жақсы көремін. Матрешка нандарымыз өте әдемі болып пісіп шықты. Енді оны дастарханға қойып, бөліп, дәмін жеп көруге болады. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, және де арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерді видеоның соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар.